Бүгін баршамыз киелі таразымыздың төріндегі жастар аллеясының білім алаңында еңбек ардагері, Сарысу ауданының құрметті азаматы, Дарабоз әдеби жабық бәйгесінің бірнеше мәрте жүлдегері, ширек ғасыр бойы аудандық, облыстық газеттерде кәсіптік білім беру және мәдениет салаларында табысты қызмет атқара жүріп, көркем шығармашылықпен де үзбей шұғылданған 20 шақты поэзиялық және прозалық кітаптың, бірнеше пьесаның, балаларға арналған көптеген туындылардың автор, журналист Дулат Ахметұлы Шалқарбаевтың 100 жылдық мерейтойына арналған өлеңім өзім жыр кешіне жиналып отырмыз.